Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, оқырмандарым. Бүгінгі видеода мен қарынның мынандай түгінің алыну жолын, тез алыну жолын көрсететін боламын. Видеомды соңына дейін тамашалауларыңызды сұраймын. Өзі кішігірім видео. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мынау менде қозының қарны. Бұны жақсылап тұрып, алдымен салқын сумен жуып, тазалап аласыздар. Кейіннен тұзбен жуып аласыздар, 1-2 мәрте. Кейін осылай тұзды ішіне сеуіп, жақсылап жағып қоясыздар. Кейін үстіне қайнаған ыстық суды құямыз, яғни қарынның ішіне. Міне осылай ыстық суда 15-20 минут қоясыздар. Одан көптеу қойсаңыздар болады уақытқа. Мен телефонымның зарядкасы бітіп қалды. Мен толық видеоны түсіре алмай қалдым. Яғни қалай әппақ қылып тазалағанымды. Бұл лайфхак видео біреудің кәдесіне жарап қалар деген ниетпен түсірдім. Біреуіңіз білерсіздер, біреуіңіз білмеуіңіз мүмкін. Міне осылай қолмен барлығын қырып аласыздар. Ешқандай пышақпен қырмайсыздар, қолмен тазалап. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, видеома лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.